Дархан деген жігіт болды. Сол памфил су Кейін мен құбыры тұрып айттым ғой сөзде. Сөзде сіз айттыңыз. Ана 2 миллион ақша бар, мен содан тартып беремін дедіңіз. Жоқ, біздің емес. Жоқ, оны мен айттым. Көтерген кезде мына сельский округтың свободный остатогында ақшасы бар деп. Оның алдында біз жиналыстың алдында ақылдассақ, ол мәселе көтерілді ғой, біз білеміз ғой. Бұған дейін де көтерілген мәселе. Сонымен бұл свободный остатогындағы ақшасына жаңағы есептедік, колодецтары бар, содан бір трубалары бар сатып алатын. Соған жетеді екен, біз соны сатып аламыз дедік. Одан кейін Панфилов су құбыры мекемесі өзі жаңа техника шығарып, жұмысшыларын шығарып, сол жұмысты жасап береді деді. Бұл қазіргі уақытта мәселені тез шешудің амалы, жолы, бірден бір жолы осы. Егер бұлай жасамайтын болсақ, бізде қазір өздеріңіз білесіздер ғой, бұған дейін су қорын зерттеді, жерасты су қорын. Жерасты су қорын осы біздің 2025 жылдың соңында алды. Подтверждать етті, дебит бады бар. Енді қазір біз жобалық сметалық құжаттама әзірлеп, одан бір оның құрылысына жүру деген ол ұзақ, ол 2 жылға кетіп қалады. Сіздер дұрыс түсініңіздер, 2 жылға кетіп қалады ол. Барлықтарыңыз білесіздер. Қалай 2 жыл анау сіздер берген жауапта жазды ғой. Бұрылғау бәрі бірдеңесінің бәрі 2 жыл міне сөйтіп өтіпті ғой. Судың несін сапасын тексерген. Бұрылғаудың подтверждениесін берді, протоколын алдық. Оны мына 2 жыл. Тағы 2 жыл деп тұрсыздар ғой, мына масқара ғой. Енді жобалық сметалық құжаттама әзірледі. Қараңыз, мына жер кісінің хаты 22 жылы жазылған хатта, сол кезде жазылған. Қайда анау хаттар? Жаңағы бюджеттік өтінім жасалып, сол кезде қаржы бөлінеді деген, сол 22 жылдан бері жүреді. Өйткені көктемде, күзде, қыста, жазда. Сіз көрдіңіз ба мына кісілер қандай су ішіп тұрғанын? Мен барып көрдім кеше. Мен де барып көрдім. Ауыл әкімі. Масқара ғой, масқара ғой, масқара. Шығып бірге өзіміз бірге жүрдік қой. 21 ғасырда мына кісілердің ішіп отырған суы. Мен кеше барып көрдім. Енді мамандар көрсе бұлардың не бұл кісі таза су ішіп отыр, әп-әдемі жерде отыр. Бұның несі кетеді? Бұл кісі қолынан келмейді, ол әкім емес қой. Бір демалыстан кейін мәселелер барды судан егізеге. Әкім де келді. Және ол кісілер айтты, суды деңгей төмен түсіп кетті, шықпайды деді. Өз айтқан әкім естеді. Қазір міне су құбырының директоры Накс орынбасары. Осы кісілермен бірге міне отырып ақылдастық. Помощный насос қойсақ та біз тартып береміз. Насостың бәрін аламыз, тартып береміз. Айтылды ғой өткенде. Біз осы жылы жасап береміз. Бірақ бұдан бөлек жаңа жобалық, мен білемін, өткенде көтерілген. Оған да су керек екен. Конечно, газды, жаңа су болмаса газ өшіп қалады деп айтыңыздар ол мәселе. Бұған дейін де айтылған мәселе ғой. Біз соны шешу жолы бойынша жаңағы амалға барып отырмыз ғой. Жаңа закуп жасап материалдарын сатып алып, панфилов су құбыры жасап беретін болдық.